Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі математика пәнінен бүгін бізде 77-ші сабақтың тақырыбы есептер шығару. Бүгін біз мәтіндік есептерді шығаруды одан әрі жалғастырамыз. Яғни білімді пысықтаймыз. Ендеше кеттік. Бірінші тапсырмаға кірісейік. Бірінші тапсырмада былай дейді. Міне бірінші тапсырма. Сырым ата-анасымен бірге саяхатқа жиналды. Міне олардың көліктері суретте. Олар өздерімен бірге сол аймақтың планы мен өлшеуге арналған құралдарын алды дейді. Бұл тапсырмаға берілген нұсқаулық. Енді есептің берілгенін оқиық. Міне тұр. Бірге оқиық. Олар планға машинемен жүретін жолдарды кесінділермен белгіледі. Міне. Өздерінің жүретін жолдарын кесінді арқылы белгілеген екен. Көріп тұрғаныңдай суретте көк және қызыл кесінділер бар. Көк кесінділердің, қызыл кесінділердің ұзындықтарының қосындысын тап дейді. Қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастыр. Сонымен біз алдымен есепті шығармас бұрын кесінділердің ұзындықтарын тауып алуымыз керек. Ол үшін алдымен көк кесіндіге қараймыз. Көк кесіндінің әрбір сынған бөлігін, қосып шығамыз. Мысалы, 1 сантиметрге 4 сантиметрді қосайық. Нәтижесі 5 сантиметрге тең. 5 сантиметрге соңғы бөлік тағы 5 сантиметрді қосамыз. Нәтижесі 10 сантиметр. Яғни, көк кесіндінің жалпы ұзындығы 10 сантиметр екен. Келесі. Енді қызыл кесіндінің ұзындығын өлшейік. Алдымен алғашқы бөлігіне, яғни 2 сантиметрге, ортаңғы бөлігі 8 сантиметрді қосамыз. 10 сантиметрге тең болады. Одан кейін соңғы ең ұзын бөлігі 10-ға тағы 10 сантиметрді қосамыз. Нәтижесінде қызыл кесіндінің ұзындығы 20 сантиметрге тең екен. Міне анықтап алдық. Енді осы берілген бойынша қазір есептің қысқаша жазылуын толтырамыз. Бұл жерде сен көріп тұрғандай 3 өзара кері есеп тұр. Міне, және оларға берілген қысқаша жазу тұр. Бірінші есеп, екінші есеп және үшінші есеп. Бұл есептер өзара кері есептер. Біз қазір біріншісін шығарып көрейік. Мұнда қарап отырсаң, бос торкөздер, бос орындар белгілі сандарды білдіреді. Ендеше орналастырайық. Қызыл кесіндінің ұзындығы, жалпы ұзындығы қанша дедік жаңа біз? Міне 20 сантиметр дедік. Демек, мұнда жазамыз 20 сантиметр. Көк кесіндінің ұзындығы қанша деп таптық? 10 сантиметр дедік. Мұнда демек 10 сантиметр деп жазамыз. Бізге енді есептің сұрағына назар аудара ғой. Нені табу керек? 2 кесіндінің ұзындығын қосқанда барлығы қанша екен табуымыз керек. Шешуін бірден жазайын, есептің берілгені тұр ғой. Барлығын табу үшін біз үнемі 2 белгілі санды қосамыз. Яғни 20 сантиметрге 10 сантиметрді қосамыз. Нәтижесі 30 сантиметрге тең. Жауабы барлығы 2 қосындының ұзындығы 30 сантиметрді құрайды. Міне. Келесі. Екінші сызбаға қарай ғой. Екінші есептің қысқаша жазылуына қарай ғой. Бұл жерде бос торкөздерге біз белгілі сандарды орналастыратын болсақ, мұнда есептің барлығы белгілі болу керек. Біз жаңа таптық. Барлығы қанша сантиметр деп таптық? 30 сантиметр. Демек, мұнда жазып қоямыз. 30 сантиметр. Екінші, мұнда көк кесіндінің ұзындығы белгілі. Қанша еді көк кесіндінің ұзындығы? 10 сантиметр. Оны да жазып қоямыз. Енді бұл есепте бізге нені белгісіз ғып беріп тұр? Қызыл кесіндінің ұзындығын белгісіз етіп беріп тұр. Яғни біз осы қызыл кесіндінің ұзындығын табамыз. Ол үшін барлығы белгілі болған жағдайда осы жалпы ұзындықтан біз белгілі санды азайтамыз. Яғни 30 сантиметрден 10 сантиметрді азайтамыз.
30 бен 10-ның айырмасы 20 сантиметрге тең. Сұраққа жауап береміз. Қызыл қанша деп сұрап тұр ғой? Қызыл кесінді 20 сантиметр деп жауап береміз. Келесі үшінші есептің қысқаша жазылуына қарай ғой. Бос тор көздер белгілі сандарды білдіреді. Тағы да қайталап айтамын. Мұнда не белгілі? Жаңа айтқанымдай барлығы белгілі. Барлығы қанша еді? 30 сантиметр. Тағы да жазып қоямыз. Енді мұнда керісінше қызыл кесіндінің ұзындығы белгілі де, көк кесіндінікі белгісіз. Қызыл кесіндінің ұзындығы қанша еді? 20 сантиметр. Оны да жазып қоямыз. Табу керек бізге көк кесіндінің ұзындығын. Шешуі. Барлығы белгілі болған жағдайда біз жалпы саннан белгілі санды азайтамыз. 30 сантиметрден 20 сантиметрді азайтамыз. 30 бен 20-ның айырмасы 10-ға тең. Демек, сұраққа жауап береміз. Бізден нені сұрады? Нені табуды сұрады? Көк кесіндінің ұзындығын. Демек, көк кесіндінің ұзындығы 10 сантиметр деп жазамыз. Міне, осылайша шештік алғашқы тапсырманы. Келесі жұмыс дәптерін бірден ашып қойдым. Сонымен ары қарай жүрейік. Екінші тапсырма. Есептерді оқып, оларды салыстыр дейді. Яғни А, Ә, Б есептерін оқуымыз керек. Оларды бір-бірімен салыстырып көруіміз керек. Одан кейін есептерге қысқаша жазылуын таңда. Төменде берілген қысқаша сызбалардың қайсысы қай есепке сәйкес келетінін таңдаймыз. Және оларды шығар дейді. Міндетті түрде шешуі және жауабын табуымыз керек. Сонымен кеттік. Бірінші А есебін оқиық. Әкем ұзындығы 2 дециметр көк кесінді, одан 1 дециметр ұзын қызыл кесінді сызды. Қызыл кесіндінің ұзындығы қанша? Сонымен сызбаға қарап отырайық. Бұл есепте көк кесіндінің ұзындығын нақты айтып тұр, 2 дециметр дейді. Қызыл кесіндінің ұзындығын нақты айтып тұрған жоқ, біз оны табуымыз керек. 1 дециметр ұзын екендігі айтылады бұнда. Қызыл кесіндінің ұзындығын тап дейді. Сонымен сызбаларға қарайық. Алғашқы кесіндінің ұзындығы белгілі болу керек. Екіншісінікі белгісіз, бірақ ұзын деген сызба болу керек. Әрине, үшінші сызба сәйкес келеді, себебі мұнда көк кесіндінің ұзындығы белгілі 2 дециметр, қызыл кесіндінің ұзындығы белгісіз, бірақ 1 дециметрге ұзын дейді. 1 дециметрге ұзын болса, ұзарады. Демек, біз бұл жерде қосу амалын пайдаланамыз. Шешуі 2 дециметрден тағы 1 дециметрге ұзару керек кесіндіміз. Сонда нәтижесі 3 дециметрге тең. Жауабы қызыл кесінді 3 дециметр. Келесі Ә есебін оқиық. Әкем ұзындығы 3 дециметр қызыл кесінді, одан 1 дециметр қысқа көк кесінді сызды. Көк кесіндінің ұзындығы қанша? Бұл есеп алдыңғы есепке кері есеп. Себебі мұнда керісінше енді қызыл дециметрдің ұзындығы нақты берілген 3 дециметр деп қызыл кесіндінің, ал көк кесіндінің ұзындығы белгісіз, бірақ 1 дециметр қысқа дейді қызылдан. Бізге осы көк кесіндінің ұзындығын табуымыз керек. Қай сызбада көк кесіндінің ұзындығы белгісіз? Әрине, екінші сызбада. Себебі біз бос орынға белгілі санды жазамыз. Қызыл кесіндінің ұзындығы 3 дециметр, көк кесіндінің ұзындығы белгісіз, бірақ 1 дециметр қысқа. Бұл жерде енді есепті шығарған кезде қысқа деп тұр, кесіндіміз қысқару керек. Демек, азайту амалын пайдаланамыз. 3 дециметрден 1 дециметрді азайтамыз. 3 пен 1-дің айырмасы 2-ге тең. Жауабы көк кесіндінің ұзындығы 2 дециметрге тең.
Мында кітапқа бірден жазғаннан ыңғайсыз болып жатыр, сондықтан да жазуым қисайып кетіп жатса кешірім өтінемін, бірақ түсінікті деп ойлаймын. Мүмкіндігімше уақытқа жеткізіп, барлығын сыйдырып түсіндіруге тырысып жатырмын. Келесі Б тапсырмасы. Әкем ұзындығы 2 дециметр көк кесінді, ұзындығы 3 дециметр қызыл кесінді сызды. Байқап отырсаң, мында енді көк кесіндінің де, қызыл кесіндінің де ұзындықтары белгілі. Әрине, бұл бірінші сызбаға сәйкес келеді. Көк кесіндіміз 2 дециметр, қызыл кесіндіміз 3 дециметр. Енді сұрақ мынадай. Көк кесіндіге қарағанда қызыл кесінді неше сантиметрге ұзын дейді. Қайсы ұзын? Көк пе қызыл ма? Әрине қызыл. Енді қызыл қаншаға ұзын көктен? Өткен сабақта айтқанымдай, бұл жерде ережені қолданамыз. Егер де есепте деректердің екеуі де белгілі болып, олардың артық, кем немесе ұзын қысқа екенін сұрап тұрса, біз айырмашылығын табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Яғни 3-тен 2-ні азайтамыз. Сонда 1-ге тең. Жауабы қызыл кесінді көк кесіндіден 1 сантиметрге ұзын. Міне осылай шығарамыз. Келесі тапсырма, 3-ші тапсырма. Бос орынға тиісті амалдар таңбасын ата. Қалай пайындағаныңды түсіндір дейді. Бұл жерде мына бос орындарға, шаршымен берілген бос орындарға біз амал таңбасын қоюымыз керек. Яғни қосу немесе азайту таңбасын қоямыз. Сонымен бірінші амалды оқиық. 4 сантиметрге 1 сантиметрді қоссақ 5 сантиметр бола ма, немесе азайтсақ 5 сантиметр бола ма? Әрине, қоссақ. Бұл жерде біз амал таңбасын дұрыс қою үшін бірінші қосылғышқа назар аударамыз. Егер де қосындының мәні, яғни бұл өрнектің мәнінде алғашқы сандан мында жоғары сан шығып тұратын болса, демек артады деген сөз, яғни көбейіп тұр сан. Мұнда біз қосу амалын пайдаланамыз. Келесі, 1 сантиметрге 2 сантиметрді қосқанда 3 сантиметр бола ма, немесе азайтқанда 3 сантиметр бола ма? Бұл жерде де қарап отырсаң, 1 сантиметрден мына өрнектің мәні 3 сантиметр көп, артық сан шығып тұр. Демек, артқан жағдайда біз үнемі қосу амалын пайдаланамыз. Келесі, 40 сантиметрге 10 сантиметрді қоссақ 50 сантиметр шыға ма, немесе азайтсақ 50 сантиметр бола ма? Бұл жерде де қарасаң, алғашқы саннан өрнектің мәнінде үлкен сан шығып тұр. Артады. Демек, бұнда да біз қосу амалын пайдаланамыз. Бұның барлығын немесе азайтумен тексере отырып орындауға болады, Келесі, екінші бағандағы қарай ғой өрнектерге 3 дециметр және 1 дециметрдің айырмасы немесе қосындысы 2 дециметрге тең болады. Мұнда енді қарап тұрсаң, алғашқы сан 3. Мәнінде 3-тен кем сан шығып тұр. Кем аз сан шығып тұр. Демек, бұл жерде сан азайып тұр. Азайған уақытта біз не істейміз? Кеміп тұрса, онда азайтамыз. 3-тен 1-ді азайтсақ 2-ге тең. Келесі, 9 дециметрден 1 дециметрді азайтсақ 8 дециметр шыға ма, немесе қосқанда 8 дециметр шыға ма? Әрине, мұнда 9-дан кем сан шығып тұр мәнінде, сондықтан да біз азайту амалын пайдаланамыз. 3-ші, соңғы тапсырма. 40 сантиметрден 10 сантиметрді азайтсақ 30 сантиметрге тең, немесе қоссақ 30 сантиметрге тең. Дәл жаңағы тәртіп бойынша алғашқы санымыз 40 болып тұр, мәнінде одан кем 30 сан шығып тұр. Демек, сан кеміп тұрса, азайту амалын қолданамыз. 40-тан 10-ды азайтсақ 30-ға тең болады. Және соңғы 4-ші тапсырма, қосымша тапсырма, бұны да оқып шығарып көрейік. Автокөлік 1 сағат жолға 10 литр жанармай жұмсады дейді. Мұнда сызба арқылы шығарсақ болады логикалық тапсырманы. Мынау жол дейік. Ұзындығы жол. Мұнда автокөлік тұр.
Осы автокөлік 1 сағат жолға 10 литр жанармай жұмсайды екен. Міне, мысалы 1 сағат жүрді, ол 10 литр жанармай жұмсады. Бензин, былайша орысша айтқанда. Жанармай осындай мөлшерде жұмсалатын болса, 2 сағат, 3 сағат, 4 сағатқа неше литр жанармай кетеді дейді. Әрине, 1 сағат жүрсе 10 литр жағады. Міне, 2 сағат жүрсе, тағы 1 сағат. Бірге бір қосқанда 2 сағат қой. 2 сағатта ол 20 литр жанармай жағады, я? Тағы 1 сағат қоссақ, 3 сағат жол жүрген болады онда. 3 сағатта ол қанша литр жанармай жағады? 30 литр. Тағы да 1 сағатты қосатын болсақ, ол көлік 4 сағат жолда болған, я? 4 сағат жолда ол 10, 20, 30, 40 литр жанармай жағады екен. Әр сағат сайын 10 литрден қосып отыра орындайсың. Міне, оқулықта берілген тапсырмаларды осылай орындаймыз. Енді жұмыс дәптеріне көшейік. Жұмыс дәптеріндегі 77-ші сабақтың тапсырмасы уақыттығы, сондықтан бірден тапсырмаға өтеміз. Бұл жерде де есептерді шығаруға берілген тапсырма. Сонымен қарайық. Бірінші тапсырманың берілген мынадай. Әр сұлбаға есептер құрастыр. Мына тұрған әр сұлбаны толтыруымыз керек. Одан кейін олардың біреуін шығар дейді. Біреуінің шешуі мен жауабын табамыз. Сонымен сызбаға қарасан, қызыл кесінді қысқа, жасыл кесінді ұзын. Яғни қызыл кесінді аз санды, жасыл кесінді көп санды білдіреді деген сөз. Қай көліктің саны аз? 1, 2, 3, 4, 5. Бізде ақ көліктің саны 5, көк көліктің саны 7. Демек, қызыл кесінді ақ машинаны білдіреді, жасыл кесінді көк машинаны білдіреді. Сонымен бірінші сызбаны толтырайық. Қарап отырсақ, бұл жерде қызыл кесіндінің саны белгілі, ақ машинаның саны белгілі болыпты, ол 5. Ал көк машинаның саны белгісіз дейді, бірақ мына ақ машинаға қарағанда оның нешеу артық болып тұр мұнда? 5-7-ден нешеге артық? 2-ге артық, е? 2-ге артық. Біз табуымыз керек мұнда көк машинаның санын. Көк машина қанша? Артық болған жағдайда біз қосамыз, е? 5-ке 2-ні қосамыз, 7 міне шықты. Келесі сызбаға қараймыз. Мұнда қызыл кесінді, яғни ақ машинаның саны белгілі, ол 5. Және жасыл кесінді, ол көк машинаның саны белгілі, ол 7. Екеуі де белгілі. Бірақ мұнда қанша артық деген сөз тұр. Бұл жерде ойланамыз. Қайсы артық? Әрине, көк машина артық. Көк машина ақ машинадан қаншаға артық екенін тап дейді. Осы жерде шешуін бірден жазып кетейін. Мұнда да жаздым жаңа. Шешуі қанша артық екенін табу үшін, міне, мынау көк машина 7 болып тұр ғой, ақ машина 5. Міне, қаншаға артық екенін табу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Артық немесе кем санды білу үшін 7-ден 5-ті азайтамыз. Нәтижесі 2-ге тең. Сонда көк машина ақ машинадан 2-ге артық. Үшінші сызбаға қарай ғой. Үшінші сызбада жасыл кесінді, яғни көк машинаның саны белгілі, ол 7. Қызыл кесінді, яғни ақ машинаның саны белгісіз. Бірақ мұнда кем деген жазу тұр. Қайсысы кем? Қайсы машинаның саны аз? Ақ машинаның саны аз, я? 5-7-ден қаншаға кем? 2-ге кем. Демек 2-ге кем дейміз. Шешуін енді соңғы есептің мен мұнда жазайын. Сонымен жаңа біз алғашқысында артық санды табу үшін қостық қой. Енді мұнда біз ақ машинаның санын табуымыз керек. Кем деп тұр. Ақ машинаның санын табу үшін біз 7-ден 2-ні азайтамыз. 7 мен 2-нің айырмасы 5-ке тең. Есеп көлік туралы. Сонда ақ машинаның саны 5. Міне, бұны шығардық. Келесі екінші тапсырма кестені толтыр дейді.
Бұл кесте мынадай өрнекті білдіреді. Қосылғыш және қосындының мәні. Мына бірінші алғашқы жоғарыдағы кестеде тұрған, бұлар бірінші қосылғыштың мәндері. Ортадағы тұрған, көк түсте тұрған сандар, олар екінші қосылғыштың мәндері. Қызғылт түсте тұрған, олар үшінші қосындының мәнін білдіреді. Енді біз ойлана отырып шығарамыз. Мысалы, бірінші қосылғышымыз 2 болса, екінші қосылғыш мұнда белгісіз, міне белгісіз мұнда. Мәні 10-ға тең. Ойланамыз. 2-ге біз қандай санды қоссақ 10 шығады. Ол үшін 10-нан 2-ні азайтамыз. 10-нан 2-ні азайтсақ 8. Демек, 2 мен 8-дің қосындысы 10-ға тең. Келесі. Дәл осылай орындай береміз. Бірінші қосылғыш 5, екінші қосылғыш 3. Демек, 5-ке 3-ті қосамыз. Нәтижесі 8-ге тең. Мұнда бірінші қосылғыш 4 болса, 4-ке біз қандай санды қоссақ, мәні 9 шығады. Ол үшін 9-дан 4-ті азайтып табасың. 9-дан 4-ті азайтсақ, 5-ке тең. Яғни 4 пен 5-дің қосындысы 9-ға тең. Ары қарай. Қандай санға 5-ті қосқанда 7 шығады? Ол үшін 7-ден 5-ті азайтасың. 7 мен 5-дің айырмасы 2-ге тең. Демек, 2-ге 5-ті қоссақ 7 шығады. Келесі. Қандай санға 6-ны қоссақ 9 шығады? Ол үшін 9-дан 6-ны азайтасың 3. Демек, 3 пен 6-ның қосындысы 9-ға тең. Келесі. 7 мен 3-тің қосындысы қаншаға тең дейді? Бұл оңай. 7 мен 3-тің қосындысы 10-ға тең. Міне осылай кестені толтырасың. Белгісіз қосылғышты табу үшін азайту амалын қолданасың. Қосындының мәнін табу үшін 2 қосылғышты қосасың. Осы ережені есіңде сақта. Келесі сабақта кездескенше сау бол.